Ақтауда көп қабатты тұрғын үйге қатысты тағы да дау шықты. Жылдар бойы жинаған қаражатын салып, жаңа үй аламыз деген адамдардың арманы күн санап алыстап барады. Оған себеп құрылыс компаниясының құрылыс жүргізуге арналған жерінің дұрыс болмауында. Құжаттағы қателік үшін 86 отбасы сергелденге түсті. Шытырман оқиғаға толы мәселе түрік сериалы секілді. Неге дейсіз бе? Әріптесім Нұрлан Қуанышбай түсіндіріп береді. Парасат тұрғын үй кешенін тұрғызуды әу баста KZ Вестнап мекемесі мойнына алды. Қолжетімді бағасы мен көлемді аумағына қызыққан салымшылар қомақты қаражат салып үлескер атанады. Ол үшін бірі үйін, бірі көлігін сатты. Алайда аяғасты әлгі мекеменің басшысы бақилық болып, үй кезегін күткендердің алаңдаушылығы басталды. Финансовый директор той компании взял на себя обязательства всех, и вот заключили с ним соглашение. Теперь он не может не построить этот парасат, так как такая проблема у нас большая. Сосын проблема болып тұр тағы строительствоға разрешение алуға. 86 адам салымшы қазір. Қаңғып жүрміз. Оның бәрін балдарымен, күйеулерімізбен, санағанда 350-400 адам қазір қаңғып жүрміз. Мәселе ушыға бастағанда әлгі мекеменің бұрынғы қаржы директоры жаңа серіктестік құрып құрылысты өз мойнына алды. Шарасыз салымшылар келісім шарттарын өзгертіп, асыл қала серіктестігімен келіседі. Алайда тамызда кілті табысталатын үйдің тек бетон жабындысы құйылды. Басқасына мүмкіндік жоқ. Өйткені әлгі жер қаланың бас жоспарында бекітілгендей балабақша салуға арналған. Енді сонда білмеймін, енді кімнен бұның соңын кім жауап беретін бұл жерге? Бұлар үйді салып береміз деп отыр қазір. Мына жаңа айтып отыр ғой, мұрынып батыр өзінің мойнына алып отыр. Мен үйді салып берем дейді. Бірақ екеуі акиматпен екеуі келісе алмай отыр. Ол неге келісе алмай отыр? Сол жаңа целевой назначениесі деп. Енді білмеймін, біз қаяққа барып айтамыз, қарайған ақшамыз салдық. Жаңа пәтерді армандап жүргендер құрылыс мекеменің табалдырығын тоздырды. Ол тұшымды жауап айтпаған соң тұрғындар жергілікті әкімдіктің көмегіне жүгінді. Мәселеге қала әкімінің өзі араласты. Тұрғындарға заң тұрғысынан түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, шешудің жалғыз-ақ жолын айтты. Қалада тұрғаннан кейін сіздер маған келіп отырғаннан кейін шешім шығаруым керек қой. Шешім жаңағы сотты тезірек шығару керек. Гүлшат сотта барып сөйлесін. Болды, біз ешқандай қарсылығы жоқ. Мына азаматтар ары қарай қалған разрешениені алып, неге десең, соттың бірінші шешімінде снос деп шығарды ғой. Ол жерде енді фундаментте блоктарын салып қойды ғой. Бұларда ПДП-ға сәйкес садик. Бұлар жаңағы үйдің астын, мен оны снос етейін деп атқан жоқпыз. Екінші соттың шешімін шығарып алсақ, бұлардың бетондары сол орында қалады, оны ешкім бұзбайды, сонымен көтеріп кете береді. Расходта болмайды дегеніміз біз деген. Енді соттың кезекті отырысын күту керек. Шешім шыққаннан кейін жергілікті әкімдік тиісті рұқсат құжатын береді. Айтпақшы, әлгі балабақша бар. Мердігер мекеме оны көп қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатынан жасамақшы. Ол үшін 1236 шаршы метр бөлуге дайын. Бұл 500-ден аса балаға арналған бөбекжай ашуға мүмкіндік береді. Қалған қабаттарында үлескерлердің пәтерлері болады. Представители инвесторов приедут непосредственно к Құрылыс жұмыстарын жалғастыру үшін барлығы заңды болу керек. Соттың рұқсат қағазы берілсе, құрылысты жандандырамыз. Инвесторлармен де келісіп қойдым. Жуырда олар осы әкімдікке келіп жұмыстарын көрсететін болады. Инвесторлар қомақты қаражат бөліп әріптестік байланыс орнатуға ниетті. Сол себепті алаңдауға еш негіз жоқ. Айқаймен басталған мәселенің арты алғысқа ұласты. Шаһар басшысы өз тарапынан жылу, электр желісі, газдың жүргізілуін қадағалайтын жеткізді. Қуанышты жаңалықты естіген тұрғындар әкімнің айтқанына риза болып тарқасты. Біз де мәселе толық шешілгенше назардан тыс қалдырмаймыз. Нұрлан Қуанышбай, Ролан Әметұлы, Каспий ақпарат.